Сәлем достар баршаңызға, сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жасалуы өте оңай, аз уақытты қажет ететін дымляма тамағын дайындайтын боламыз. Бұл тамақтың ерекшелігі барлығын қазанға саласыздар да, 1-1,5 сағат көлемінде бақтырасыздар болды. Ал ендеше бастайық. Бұл жерде қазанды ештеңкені қыздырмайтын боламыз, бәрін бірден пісіретін боламыз. Ең алдымен қазанға сұйық майды құямыз. Оның үстінен туралған етімізді саламыз, сүйектерімізді саламыз. Еттің үстінен осылай дөңгелектеп туралған пиязды саламыз. Пияздарыңыз мол болсын, сонда тамақтарыңыз дәмді бола түседі. Пиязымыздың үстінен туралған сәбізді саламыз. Сіздер көлемін өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Мен барлығын үлкен көлемде турадым. Және де тәтті бұрышты салатын боламыз. Бұрыштан кейін бізде картоп кетеді. Картопты осылай бүтіндей салыңыздар. Чеснокты саламыз оның үстінен, және де помидор саламыз. Помидордың суы шығатын болады. Осы кезде тұз саламыз, бұрыш, паприка және зира дәмдеуіштерін қолданатын боламыз. Сіздер басқа да дәмдеуіштерді қолдансаңыздар болады. Және де өздеріңіз ұнататын көкөністерді қолдансаңыздар да болады. Картошканың үстінен дәл осылай видеодағыдай ірі етіп туралған капустаның бөліктерін орналастыратын боламыз. Және де ең соңында бетін, капустаның бүтін жапырақтарымен тамақтың бетін жауып, қазанның қақпағын жауып, 1-1,5 сағат көлемінде бетін ашпай бақтырамыз. Бұл жерде тағы айта кететінім, су ештеңкеде құймайсыздар. Біздің тамағымыз еттің суында және көкөністердің сөлінде пісіп шығатын болады. Дайын тамағымыз мінекей осындай болады. Алдымен табаққа бетіндегі қырыққабаттың бүтін жапырақтарын жан-жағынан қойып шығамыз. Одан кейін барып қазанды бәрін бірден араластырып, ортасына салатын боламыз. Тамағымыз тіл үйірердей дәмді болып шығады. Балаларыңызға да, отбасыларыңызға да бәріне ұнайтынына сенімдімін. Күнделікті жасасаңыз да болады. Мерекелік дастарханға жасасаңыздар да болады. Достар, сіздер маған әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, каналымдағы видеоларды қарап шықсаңыздар болады. Өздеріңізге ұнайтын, іздеп жүрген рецептеріңізді табатындарыңыз сөзсіз. Осымен біздің кешкі ас дайын. Назар қойып видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.